Өмір бәріне үйретті. Сіздерге айтайын дегенім, өмір жолымда кездескен кедергілерді қалай жеңгенім жайлы. Сынақтан сүрініп, сынып кетуге шақ қалған адамдарға осы әңгімем күш-жігер берсін, қайта тіктелсін. Мына өмірдің бақыты мен қызығы бітіп қалған жоқ. Қазақтың әрбір сөзінің жаны бар. Тектен-текке айтылмайтын сөздер ғой. Көп асқанға бір тосқан дегендей, бір күні алдымнан осындай тосқауылдың шығарын білгенімде аз да болса ойланар едім. Бір жағынан, бәлкім егер менің басыма осындай қиын жағдай түспегенде, мен өмірдің сырын түсіне алмас па едім. Әр адам басына сынақ түскенде тағдырынан қатты соққы алғанда ойлана бастайды екен. Өткені мен болашағына көз жүгіртіп, өз-өзіне есеп бере бастайтын секілді. Мен басқалар үшін жауап бермей-ақ қояйын. Өз өмірімнен түйгенімді, 12 мүшемнің қадірін терең ұғынғанымды осы бір жағдаймен байланыстырамын. Зіңгіттей жігіт едім, көркімде ешкімнен кем емес. Тепсе темір үзетін, жұдырығы тоқпақтай, жауырыны қақпақтай. Мен қыз біткеннің көзінің құрты болдым. Осы желік мені біраз жерге дейін апарды. Аспанда қалықтап жүргендей ұшып-қонып, мына өмірдің рахаты осы екен ғой деп кердеңдеп жүрдім. Жігіттік шақтың біраз белесін артта қалдырып, жалғыз анамның арманын орындайын деп үйлендім. Маған салса әлі де бойдақтық өміріммен қоштасуды қаламай жүргенмін. Бәлкім отбасын құрған соң үлкен жауапкершілікті сезініп, сол жүкті мойныммен көтеруге қорыққан шығармын. Бірақ менің жалғыз анам бар. Әкемнен ерте айырылған соң, анам мен үшін бар өмірін арнап, мен үшін тұрмысқа шықпай мәпелеп өсірді. Жесірлік қамытын мойнына ілген әйелдердің жағдайын мен жақсы түсінемін. Өйткені анамның өмірі менің көз алдымда өткен соң, оның қалай қиналғаны күні бүгінге дейін көз алдыма келеді. Анам мені еркелетіп өсірді. Жалғыз ұлы болған соң әкесіз өсіп жатыр ғой деп аяғандықтан ба екен, маған қаталдық танытқан жоқ. Бірақ мен үшін барлығын жасады, қалауымның барлығын орындады. Спорт үйірмелеріне қатыстым жастайымнан. Соның арқасында мен бойыма ер азаматқа тән мінез-құлықтарды қалыптастыра алған шығармын деп ойлаймын. Енді анам мені үйлендіріп, қызығымды көргісі келетінін, келіннің қолынан шай ішіп, немеренің қолынан бал жалағысы келетінін жиі-жиі айта берді. Мен сонда да онша елең қылмай жүре берген едім. Бір күні анам қатты сырқаттанып қалды. Сол кезде өмірінде бір рет маған денсаулығына шағымданып басым ауырды деп көрмеген адам болған соң қатты қорықтым. Анам ауруханада жатқан кезде, анашым, енді сіз не айтсаңыз да бұлжытпай орындаймын. Тек тезірек мына төсектен тұрып кетіңізші деп тоқтаусыз жыладым. Ер жігіт көз жасын көрсетпеу керек деп тәрбиеледі ғой бізді. Бірақ өмірдегі ең жақын адамың төсек тартып жатса, ертеңі күмәнді болса, қалайша көз жасты тыя аласың. Анамның тезірек аяққа тұрып кетуін қаладым. Анам жазылып шықса, қолын ұзартатын келін әкеліп, анамның кең әрі жылы, жарық әсемде үйде тұруына барымды саламын деп өз-өзіме уәде бердім. Адам шынымен ниеттенсе ниетіне жетеді екен. Анамның арқасында заңгер мамандығын игеріп шыққан едім. Бірақ оқуды біткеннен кейін жұмыс істеген жоқпын, өз мамандығым бойынша. Ол кезде жасыратыны несі бар? Жұмысқа тұру үшін таныс тамырдан бөлек қолыңда қомақты қаражат болуы тиіс болатын. Ал менде ондай ақша жоқ. Анамды да ары қарай қинағым келген жоқ. Онсыз да оқуымды аяқтап қолыма диплом алғанша анам бар ақшасын маған жұмсап отырды ғой. Содан жаныма жақын Қызық Думанның ортасы деп бір мейрамханада бармен болып жұмыс істедім. Бірақ көп тұрақтамай ол жерден шығып кеттім. Солай жүргенімде анам ауырып қалды да, оның емі үшін еңбектенуіме тура келді. Қара жұмыстардан бұрын қашатын болсам, енді оның табылғанына қуанатын болдым. Сөйтіп жұмыс істеп анамды емдеттім. Мен соншалықты қашатындай қара жұмыстың да жаман жері жоқ екен. Адал табыс, жігіт адамға қиын емес деп ойлаймын. Бірақ уақыт сол жұмысымды істеп қаражат жинадым. Анама қарайлап мені жұмысымнан күтіп алатын келіншек іздедім. Бұрын айналамнан үйіріліп шықпайтын қыздардың біреуін де таппай қалдым үйленер кезде. Өйткені мен құрылыста жүрмін ғой. Лай көтеріп, мұндай жігіттерге қарайтын қыздар бар шығар, бірақ менің талғамым да тым жоғары еді. Осылай өмір бақи жүрмеймін ғой, уақытша ғана қиналатын шығармын. Ақшамды жинасам, кеңседе жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкер болып шығармын бір күні деп үмітімді үзбедім.
Сөйтіп жүргенде баяғы таныс қыздардың біреуін жолықтырып қалдым да телефон нөмірлерімізді алмастық. Бір-бірімізден хал жағдайымызды сұрап сөйлесіп тұрдық. Ол қыз да білетін менің қандай жағдайда өмір сүретінімді және жалғыз анамның бар екенін біледі. Сондықтан ол дос ретінде үйге келіп анаммен сөйлесіп онша-мұнша тірліктеріне көмектесіп тұратын еді. Анам содан кейін өзіне жақын тартқан шығар. Бір күні балам осы қызға үйлен, бұдан артық жар таппайсың, үй тірлігіне епті, менің де көңілімді таба білетін қыз. Немерелерімнің анасы осындай болса, мен тек қана қуанар едім деп өзінің іште жүрген ойын айтты. Былай қарасам, маған да оңды сияқты. Көп ойланатын несі бар, бір-бірімізге үйренісіп қалғанбыз. Екеуміз отбасын құрайық, маған тұрмысқа шық. Анам да сені келін ретінде көргісі келеді дедім болашақ жарыма. Сөйтіп ол да көп қарсыласпай-ақ маған тұрмысқа шығуға келісімін берді. Дүркіретіп той жасамасақ та, шағын етіп ағайын туысқан келіндерін таныстыру мақсатымен беташар тойын өткіздік. Келіншегімнің әке-шешесі бақуатты адам. Қайынатам маған көп көмек көрсетті. Мамандығым бойынша жұмыс істегім келетінін, бірақ оған мүмкіндік болмай тұрғанын келіншегім әкесіне жұқалап жеткізген екен. Қайынатам танысты да, ақшаны да өзі тауып мені жұмысқа орналастырды. Сол жұмысымнан мен жағдайымды жасап алдым. Анам екеуміз тұратын кішкентай үйден үлкен үйге көштік. Арманымыздағы жер үйге қолымыз жетіп, қоныс тойында жасадық. Жол полициясына қызмет жасадым. Соның арқасында ақша деген пішен болғанын да мойындаймын. Солай отбасымды асырап жүрдім. Анам ғана маған, балам, абай болшы, шын налыған адамның көзі жас жібермейді. Мейлі ол жол ережесін бұзған болар, бірақ өрескел қателік болмаса кешіре сал. Ескертуіңді айт, ол да адам баласы ғой, түсінер. Тек қатты кетпе, ақшаға құнықпа деп ақылын айтып отыратын еді. Енді анам болғандықтан баласының сыры өзіне мәлім ғой. Ол кісі де барлығын көріп біліп отыр. 2 қызым бар еді ол кезде. Балаларым кішкентай, оларды қайтып асырап жатырсың, шаруасы жоқ. Тек қарны тоқ болса, жылы үйде ата-анасының жанында тұрса болды. Ал ақшаға құныққан мен емес, әйелім болатын. Әкелген үстіне әкеле берсем оған ұнайтын. Ал азырақ ақша алып келген күні қабағы ашылмайтын болды. Содан ақша тауып әйелімнің қабағын жадырайтайын деген оймен өзім сұранып шалғай трассаларға шығатын едік. Сол кезде күн қатты суық еді. Аяз болды. Қыстың бел ортасы болатын. Күре жолдың бойында ел жоқ жерде жол көлік қозғалысын бақылау үшін жұмысқа шықтық. Кішкентай ғана қызметтік полиция бекеті бар. Сол жерде қасымдағы серіктесім екеуміз кезектесіп шығамыз. Бір кезде жарық сөніп қалды. Бекеттің ішінде жылытып тұрған электр тоғына қосылған пеш қана еді. Біраз уақыт өтіп бекеттің іші суыта бастады. Тәуліктеп жұмыс істейміз. Күндік тамағымызды, керек жарағымыздың барлығын өзімізбен бірге алып барамыз ол жерге. Келесі ауысым келгенше бекетті бос қалдырмау біздің міндетіміз. Сол кезде қатты аяздан тоңа бастадық. Еттен өткен суық сүйекке жетіп, тісіме тимей сақылдап кетті. Қалың киініп ақ шыққанмын, бірақ ештеңе көмектеспейді. Таң атқанша 5-6 сағаттай қалды. Бірдеңе етіп шыдауға тырыстық. Қасымдағы серігімнің жағдайы қалай болып жатқанын білмеймін. Өзім үсіп қалған шығармын деп қорықтым. Өйткені аяғымнан жан кете бастағанын сездім. Жылынайын деп секіріп те жүгіріп те көрдім. Енді оған да шама келмей қалды. Әйтеуір таң атып кезекшілік ауысты. Үйге келген соң қатты ауырдым. Аяқтарымның башпайлары қарая бастады. Анам мен әйелім оны көріп қорқып кетті. Дереу жедел жәрдемді шақырып ауруханаға алып кетті мені. Қысқасы суық сүйекке жетіп гангренаға айналған. Дәрігерлердің шешімімен бір аяғымды тізеден төмен кесуге ұйғарды. Аман қалу үшін аяқты құрбан ету керек болғандықтан мен үшін анам мен әйелім шешім қабылдап ота жасалды. Несін айтайын, бір рет жасалған отадан барлығы сәтті аяқталып кеткен жоқ. Гангрена денемнің жоғарғы бөлігіне жайылып кетпес үшін аяғыма 3 рет ота жасалды. Қазір бір аяғым қара саннан, бір аяғым тізеден жоқ. Мүгедектер арбасында отырамын. Алғашқы кезде мұндай сынақты көтеру маған оңай болмағанын мойындаймын. Түйткілімді ұмытып күйігімді басу үшін араққа салынған кезімде болды.
бірте-бірте мен жұмыссыз үйде отырып қалған кезде әйелім екеуміздің арамызда осы жетіспеушілік мәселелері бойынша ұрыс-керіс орын ала бастады. Мүгедек күйеуге әйелім шыдай алмады. Ажырасамыз, мен қыздарымды алып төркініме кетем дегенде оған үйімді босатып, өзім анамды алып шығып кеттім. Қыздарым үшін солай жасауыма тура келді. Қайнатамның маған жасаған жақсылығының өтеуі сол үй болсын дедім. Бұл жолы барлығын адал еңбекпен бастаймын деген ой болды. Маған анам қарады. 4 қабырғада қамалып ішім пыса бастады. Көңілімді сұрап баяғы бірге жұмыс істеген дос-жолдастарым келіп тұрады. Бірақ оларды көргенде кеудемде сағыныш оянады. Аяғымнан айырылып терең күйзеліске де түстім. Отбасымнан да айырылдым. Енді жолдастарымның көңілімді аулап келгені де ұнамайтын болды. Масыл болып отыруды да, мүсіркеуді де жаным қаламайды. Содан ойлана келе қолымнан келетін іс болғандықтан шеге қағып кішігірім орындықтар жасай бастадым. Көршімнің жағымсыз шифонерін сұрап алдым. Ең алғашқы жиһазымды содан жасадым. Үйге анама қажет қой деп ас үй жиһазын жасадым. Солай адамдар менің жұмыстарымды көріп тапсырыс бере бастады. Теледидардың астына қоятын жиһаз жасадым. Содан қолдау көрсеткен адамдар да болды. Сол кісілердің арқасында шағын жиһаз шеберханасын ашып, елдің бір мұқтаждығын кеміту үшін жұмыс істей бастадым. Жаныма өзім секілді қолынан іс келетін мүгедектігі бар адамдарды жинадым. Себебі мен олардың жағдайын бұрын түсінбеген шығармын, ал қазір мен оларды жақсы түсінемін. Аллаға шүкір, бүгінде өз кәсібімді жүргізіп, қайтадан еңсемді тіктедім. 2 рет үйлендім, балалы болдым. Ең бастысы мен бұл өмірдің мәнін түсіндім. Адам алға қарай ұмтылып әрекет етсе, өмірі жағдайы оң жаққа өзгермей қоймайтынына көзім жетті.